Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын жұмсақ әрі нәзік балды тортын жасап көрсетемін. Бізде осылай тортымыз жұмсақ болып шығады. Осы рецептпен жасап көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ал бисмилля деп бастаймыз. Алдымен балымызды осылай отқа қоямыз, ыдысымызға құйып. Қайнап шыққан кезде шай қасықпен ас содасын қосамыз. Және венчикпен араластырамыз. Қоңыр түске енгенше осылай араластырамыз. Ал енді сары майымызды қосамыз. Сары май ерігенше араластырамыз. Ал енді ыдысымызға құямыз. Жүз грамм қант қосамыз. Венчикпен араластырамыз. Үш жұмыртқа қосамыз. Електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Тағы да кішкене ұн қосамыз. Келесі ыдысымызға салып, салқын жерге мұздатқышқа қоямыз. Ал енді қайнатпалы крем дайындаймыз. 1 литр сүтімізді ыдысымызға құямыз. Жүз грамм қант қосамыз. Ұнымызды қосамыз.
3 жұмыртқаның сарысын қосамыз. Іртіктерін қалдырмай, біркелкі болғанша осылай венчикпен араластырамыз. Отқа қойып қайнатамыз. Және венчигімізбен осылай қозғап тұрамыз тынбай. Біркелкі қоюланғанша осылай ұстаймыз. Бізде қоюланып шықты, ал енді отымыздан өшіреміз. Қайнатпалы кремді суытамыз. Балды тортымыздың корждарын бөліктерге бөлеміз. Ұнды осылай көбірек себеміз. Бізде жұп-жұмсақ, қолға жабысқақ болып тұрады. Алты бөлікке бөліп аламыз. Осылай пішіндерін келтіреміз. Пергамент қағазына ұнымызды сеуіп, балды тортымызды оқтаумен жаямыз. Корждарымызды жұқалап етіп жаямыз. Ал енді шанышқымен тесіп шығамыз. Қызып тұрған пешімізде 180-200 градуста пісіріп аламыз. Тез пісіп шығады, ауыстырып отырамыз. Келесі корждарымызды дәл солай жайып аламыз. Бізде корждарымыз пісіп шықты. Ал енді өзімізге қажетті пішінге кесіп аламыз. Осылай кез келген домалақ ыдыспен кесеміз. Шетіндегі корждарды үгітуге қоямыз. Жұмсақ сары майымызды миксердің жай жылдамдығынан бастап миксерлейміз. Бөлме температурасындағы сары май. Қайнатпалы кремімізді аз-аздан қосып отырып миксерлейміз.
Біздің корждарымыз дайын болды. Осылай әдемі жұп-жұқа болып шығады. Ал енді тортымызды жинаймыз. Кремді осылай кішкентай 3 ожаудан саламыз. Келесі коржымызды қоямыз. Дәл солай қайталап жинаймыз. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сіздер үшін басқа да пайдалы рецепттер бар. Жаңа рецепттерді өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басамыз. Үстіңгі қабатының кремін жағып, бетінен үгітілген корждарды себіп шығамыз. Салқын жерде 2-3 сағат ұстап, содан соң тортымызды кесеміз. Тортымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер.